тіршілік қайнап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса, дала сөндірме жанырыңды, жазғырма тағдырыңды. Естайдың олжас атты асылымын, біреуге жұптап алған жасырымын, біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетінде, қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Сол жерде қалармын ба мәңгі тоқтап, жоғалып жер бетінен сүрлеу соқпақ, немесе бастармын ба екінші өмір, жалынды жыр жолында қызыл соқпақ. Дүние жалт-жұлт еткен кең мекенім, көре алмай көк жерімді мен кетермін. Арқалып алақұйын заманалар, арбасыз тұрып алды мен незермін. Өмір жоқ түскен кезде бір ардана, көп күттім, көп тіледім құмарлана. Қайтейін жетер емес өмірім, алыстан көрінгенге мұнарлана. Орным бар жасыста сабындағы, дүниенің қонсын деп ақыл мәні. Аяқтадым жоғары оқу орнын, Әл-Фараби атамыз атындағы. Ахмет Байтұрсынов айтқан екен өзінің сөзінде. Мен қазақ балаларының барлығы ұстаздан шәкірт болады дейді. Одан кейін Әміржақ өз сөзінде жалғаған екен, қазақ балаларының барлығы дарынды, олардың келешегі бар деп көрсеткен болады. Одан кейін біз кейінгі Ыбырай Алтынсарин ұстазына келетін болсақ, Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде қазақ балаларының барлығы данышпа, олардың барлығы жаңа оқыту арқылы білімін ашу ретінде оларды жоғары дәрежеге жеткізуге болады деп көрсеткен болатын. Одан кейін менің негізгі мақсатым тарихшы болудағы. Осы аталарымыздың тарихын, өткенімізді білмей болашаққа жол жоқ дейді. Сондықтан да бүкіл тарихымызды еске алу арқылы, тарихымызды дәріптеу арқылы болашақ қазақ ұрпақтары алға басар, өркендей өседі деген ниетпен тарихшы болған болады. Өзімнің мамандығымның осылай сүйіспен шыққан тарих. Рахмет.